проектің бар. Неңді можешь довести до этого. Жұмысыңды істеп жатқан жұмысыңды до результатқа жеткізе аласың. Видишь, плод своей работы доводишь до конца. Саған тек вот айтады ғой, мечта, цель надо прописывать етіп, прям не істеуің керексің. Прям бүйтіп расписывать етуің керексің. Сосын адамдармен отношенияларды, вот адамдармен сөйлесіп, жаңағындай коммуникация құрып үйренуің керексің. Ну, вот эта наука как называется? Сюцай. Сосын мына восьмерка сенде не матрицаңда жоқ екен. Вот жаңағы еңбегіңді вот нарабатывать етіп, бір істеген нәрсені до конца дорабатывать етіп, сөйтіп үйренуің керексің. Ну, труд у тебя. Вот восьмерка былай не миссияда бар да, а бірақ матрицаңда жоқ екен. Вот восьмерку тоже надо наработать тебе. Еще теперь заново расскажите, что это означает. В общем, сен это пятерка деген, жаңағы бизнес умеешь расширять, можешь его приумножать. В общем, бизнестің адамысың. Холодный интеллект у тебя. А не интеллект творческий емес, а не андай. Это интеллект. В общем, не подход. Логикаң бәрі не істейді. Технический подход. Технический интеллект, да. Технический интеллект. Сосын трудоголиксың, материальныйға стремишься. Сен даже жұмыс деп, семьяңды ұмытып кететін жағдайың болады. Соны не істемеуің керексің сен. Жұмысқа қатты беріліп кетпеуің керексің. Потому что даже жұмыс істеп жатқанда сен айналаңды, семьяңды бәрін ұмытып кетесің. Жолда солай өкіп той? Конечно, ұмытасың. Ұмытып кетесің бәрін, семьяны, нені. Ол опасно, потому что чревато тем, что потом жалғыз қалып қоюың мүмкін. Өйтіп жұмысты қалап. Әйелін тастап кетуі мүмкін. Запросто. Жұмысты қуып жүре берсе. Қызықсың сен. Сондықтан еще пятерка холодныйсың ғой сен деген неде отношенияда холодныйсың. Өзіңмен өзің не болып жүрсің, не тактильный. Вот. Сондай не істеуің керексің. В общем, айналаңмен коммуникация жасап, айналаңмен ақылдасып, сөйлеп. Өзім білемге көп салынбау керек. Өзім білем. Сосын не адамды емдейтін қасиетің бар, өзіңді өзің емдеп алатын қасиетің бар. Так не дейді. Сол айтып отырмын ғой, не істе, жаңағы мечта, цель прописывай, а то сен не істейсің да, жүгіре бересің. Не үшін жүргеніңді білмейсің бірақ та. Шапқылап жүгіре бересің. Да, значит? На бумаге. Тоже получается, ее в материальный мир привести надо. Бүгін бәленбай кісі алып, соның бәріне түсіп, шығып өзі. Мүмкін түске кірсің де қалсың. Жарайды, ештеңе кетпейді. Адрес айтсаң тауып алады ғой.